Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер өте дәмді, әрі құрамы өте арзан осындай салат жасайтын боламыз. Ол үшін біздерге осындай нәрселер керек болады. Төменде толығырақ көрсетілген, сол жерден тағы да қарап алсаңыздар болады. Картоп, сыр, қызанақ, қияр және де тауық еті. Бірінші пай-пайымызды жасап аламыз. Соған біздер осылай теркадан өткізу керек боламыз. Осындай теркадан обязательно. Және де дайын болған картоптарымызды орташа баяу қызып тұрған майға осылай қуырып алатын боламыз. Егер қатты қызып тұрғанға пісірсеңіздер, картоптарыңызды бірден күйдіріп жібереді, қап-қара болып кетеді картоптарыңыз. Сондықтан осылай баяу отта пісіріп алыңыздар. Осылай аз-аздан салыңыздар, себебі картоптарыңыз бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Тағы да міне дәл осылай қайталай беретін боламыз. Міне пай-пайымыз дайын, енді біз өзіміздің салатымыз жасайтын боламыз. Тауық етін болмаса куриный грудканы алып, осылай соломка етіп тураймыз. Және де ең төменгі бөлігіне салатын боламыз. Бетіне тұзды және де майонезді себеміз. Майонезді осылай сепсеңіздер, сіздерге оны түзеу үшін қасықпен дұрыстау керек болмайды, сондықтан осылай істеген ыңғайлы. Содан кейін қиярымызды осылай соломка етіп тураймыз. Және де бетіне тұзды, майонез жаққаннан кейін сырды себеміз бетіне. Міне тұзды және де майонез тағы да жағып жатырмыз. Енді помидорды да соломка қылып тұрып жатырмыз. Енді бізде соңғы бөлігі тағы да осылай майонезбен жасағаннан кейін бетіне пай-пайымызбен жабатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Қол жетімді заттардан жасалған, міндетті түрде істеп көріңіздер. Дәмдерінің барлығы бір-бірімен үйлесіп өте ерекше салат шығады. Сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. Болғаннан кейін жандарының барлығын дұрыстап шығатын боламыз. Егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, колокольчик басып қойыңыздар. Сол уақытта бізде шыққан видеоны бірінші